Жылдар сағыныш қандай керемет орындау, қандай керемет ән. Жалпы бойдағы қабілеттің сыртқа шығуына кейде қандай да бір жағдайлар әсер етіп жатады. Қайрат аға, өзіңіздің жазған дүниелеріңіз әрине жүректен шығады. Бұл әннің шығуына не түрткі болды? Сіз кейде сөзін де, әнін де өзіңіз жазасыз, кейде әнін ақындарға жаздырып жатасыз. Әндеріңіз ең бастысы бір-біріне ұқсамайды. Табиғаты бөлек. Бұл әннің айтпақшы сөзін жазған ақын Айбек Сейдахмет деген өз қазақтың талантты жігіті. Осы тап, осы себеп болды деп айта алмаймын, бірақ негізі бір жүректе толқындар жүрді ғой. Адам өзің өткенге қарайсың, жеткенге қарайсың дегенде, сондай бір толқыныс сәтте. Микрофонға жақын. Сондай бір толқыныс сәтте туған ән ғой бұл, Жылдар сағыныш. Бұл ән менің 55-ші көктем деген мен авторлық концертім болған. Сол кезде соған дайындық кезінде осы әнді мен жаздым. Сол Жылдар сағыныш деген ән. Енді тәп мынандай бір сәт не болды ойлаймын, бірақ сол концертім сол түрткі болған шығар осы әннің шығуына. Қай әніңізді жиі орындайсыз? Барған жерде Қайрат Жүнісов келді дегенде сізден өнерсүйер қауым қандай әнді сұрап жатады көбіне? Енді ол қандай тойдың олақ басқа барғанда бірінші сұрайтын ән. Концертте осы. Негізінен сұрайтын ол қарындасымнан сұрайды. Ол қай уақытта да сұрайды. Ақшағал әнімді сұрайды. Соңғы уақытта осы ана сағыныш пен мына Жылдар сағынышты көп сұрайды. Өз тыңдарманын тауып үлгерді, иә?